أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алла Тағала ілімдерімізді арттырсын, Алла Тағала Құранға түсу жолымызды жеңілетсін иншалла. Бүгін Ғалымбек Тобашевтың жазған Құран әліппесі және тәжвид қағидалары деген кітаптан иншалла өтетін боламыз. Күнде бір дәріс осы YouTube арнасынан жүктейтін боламыз. Так, алғы сөздерді оқымаймыз, біздерге бірден әріп керек. Әріптерге мән береміз. Рабби яссир ва ла туассир ва табин бил хайр деп бастайды. Әрбір ісіме жеңілдік бер және оны маған қиындата көрме, бастаған ісімді әрдайым игілікпен аяқтауды нәсіп ет. Осы дұғаны иншалла әр кезде айтуға кеңес беремін. Енді араб тілінде 28 әріп бар. Араб тілінде оң жақтан солға қарай оқылады. Алиф, ба, та, са, джим, ха, хо. Мына жерде х деп тұр, негізі хо. Дәл, сақауша, дәл. Сақауша тілді екі тістің ортасына апарып шығаратын сақауша. Яғни тістен кіріп шығарасың. Дәл, ро, зә, син, шин, сод, дот, по, зо, жуан, айн, ғойн, фа, қоф, кәф, ләм, мим, нун, вау, ха, я. Құрметті бауырлар, енді әріпті біз жаңа жоғарыда өттік қой, әлиф, бә, та. Негізі тек қана бүйтіп ретімен жаттап алуға кеңес бермеймін, себебі бүйтіп әр жерден сұраған кезде ол әріпті тану керексіз. Сондықтан әріптің бейнесімен жаттау керек. Мысалы, әлиф бір таяқ деген секілді, бә былай келген формада және астында бір нүктесі бар, та бәге ұқсас екен, үстінде екі нүктесі бар деген секілді осындай ойлармен жаттап алсаңыз болады. Жалпы маңыздысы бейнесімен жаттау керек. Енді осы 28 әріптің 7 әріпі жуан. Мінекі бізде жуан әріптер хо, сот, дот, то, зо, ғойн, қоф. Осы жуан әріпті. Қалғандары 21 әріпі жіңішке әріп болып саналады. Ал мына әдіспен өз-өздерің тексерсеңіздер болады, бейнесімен жаттап. Харакет деп әріптің үстінде келетін белгілерді айтамыз. Бүгінгі өтетін харакет фатха деп аталады. Ол әріптердің үстінде келетін осындай сызықша белгі. Енді бұл фатха жуан әріптердің үстінде келсе а болады, жіңішке әріптердің үстінде келсе ә қылып оқиды. Мысалға мінекей көрсетіп қойған ә, дә, бә. Алиф, дәл, бә ғой негізі. Енді олар жеке тұрғанда алиф болып оқылады, дәл де жеке тұрғанда дәл болып оқылады, бәді бә болып оқылады дегенмен оқылатын кезде мына харакелерді қоса оқимыз. Алифке тек ә, дә, дәлге әні қосамыз. Ә, дә, бә. Мысалға астында ро, зә, қо, ро, дә, мә, зә, ро, фә, зә, ро, ә, вә, ро, қо, вә, зә, фә, зә, ро, қо, зә, ро, қо. Екеуінің айырмашылығы зә, ро, қо және зә, ро, қо. Екеуінің айырмашылығы зәл, сақауша әріп. Зәл тілді екі тістің ортасына апарып шығаратын, яғни сақауша. Зә, ро, қо, мынау зә, ро, қо. Вә, ро, то, ә, ро, бо, вә, ро, ә, вә, зә, ғо, ә, ро, жә, дә, ро, ә, ро, хо, дә, ро, ха, ә, вә, лә, вә, зә, ә, вә, дә, ә, зә, ро, ә. Бұл фатха. Яғни үстінде келетін белгілер осылай. Енді касраның оқылуы. Касра астында келсе, ол әріптерді и қылып оқимыз. Яғни ол әріпке иге жалғап оқисыз. Мысалы, роның астында келіп тұр, ри болады. Дә, ри, бә, дә, ри, жә, дә, ри, дә, дә, ри, мә, дә, ри, нә, зә, ри, бә, ро, дия, ро, вия, зә, ри, қо, вә, ди, кә, вә, зи, ро, راديفة وريمة وريثة وريعة وريشة آريكة ذا داريزة راويحة وزيغة آرينة راويعة داريزة وريكة راديغة وريخة آريضة آزيرة.
Енді осыларды, осы фатха мен касра бүгінгі. Фатха мен касраны мынау розақодан бастап зәроаға дейін 33 рет оқу керек. Осылай оқып келесе, осылай 33 рет тапсырма. Және касраны да солай. Дәрибадан бастап әзироға дейін оқып келесіздер, осылай бір болады, дәл осылай 33 рет оқисыздар.